Ал мінеки, сенің атың кім? Атайау. Әлтайыр. Өскенде кім боласың? Басымды ортпаш деді ғой деймін. Мінеки. Құдай, ұялма. Сенің атың кім? Балауса. Балауса, туй ұялып қалдым ова. Үйткені әйелімнің аты Балауса еді. Балауса, сен кішкентай кезінде қаншада болдың? 0-да. 0-да болыпты кішкентай кезінде. Мінеки. Ал сенің атың кім? Айару. Сен кім боласың өскенде? Дәргер. Молодец, дәрігер болам дейді. Кімнен сұрайын? Сенің атың кім? Арайка. Арайка. Сен кім боласың өскенде? Дәргер. Молодец. Мінеки соңғы бауырымыздан сұрайын. Атың кім? Иманғали. Иманғали. Кім боласың өскенде? Президент. Президент, міне. Молодец. Бүгінгі тойда соқ іштіңдер ма? Соқ іштіңдер ма? Кола іштіңдер ма? Тамаданың қанын іштіңдер ма? Жоқ дейді. Кімнің үйінде ақша көп, қол көтереміз. Балалар шынтылайды. Кімнің үйінде ақша көп, қол көтереміз. Келесі сұрақ. Кімнің папасы арақ ішеді, қол көтереміз. Өй! Көтерді резкі бейтті. Міне, қандай бақытты балалар міне. Келесі сұрақ. Кімнің папа мамасының кредиті бар, қол көтереміз. Мінеки. Тамаша. Той түсір болды. Әлі көтеріп тұр ғой. Мұнда тұрайық. Тұра ғой, келе ғой. Келе ғой. Әлі көтеріп тұр қолын. Екі кредиті бар қойдым соған қарағанда. Ойын ойнаймыз ба? Ойын ойнаймыз ба? Ойнаймыз. Ойынның аты көзіме көрінбесең деп аталады. Ойынның аты көзіме көрінбесең деп аталады. Қазір 1, 2, 3 дейм. Тығыламыз. Кімді таппа қойсақ, соған Ләйлә апай подарка берем дейді. Кім ортаға шығып ойнап тамаданың көзіне көрінеді, соған подарка жоқ дейді. Ойынның шарты далаға шықпаймыз, ананың төбесіне мінбейміз. Астында тығыламыз. 1, 2, 3, ал кеттік іздейік ал. Міне!